Жарыс қазан. Қазақ халқының салт дәстүр, әдет-ғұрып, ырым-үдірістері талай-талай тарихи кезеңдерді басынан өткізіп, небір зұлмат замандарды артта қалдырып, сан алуан дәуірлердің таңбасын бойына сіңіріп бізге жеткен. Қоғамдық құрылыс пен өмір салты өзгеріп тұратыны табиғи құбылыс. Халқымыз басып өткен белестермен бірге әдет-ғұрпымыздың да талайы тарих қойнауына кетіп, көзден тасаланғаны белгілі. Алайда өткеніңді білмей, жеткеніңнің бағасын жете білмейсің, депті кемеңгер бабалар. Өткенді білгеннің артықшылығы жоқ, ол басқаныкі емес, өзіміздікі ғой. Аналар қауымы жалпыға ортақ перзентханаларда босанғалы бері салттан шығып қалған, қолданыста жоқ ырымдардың бірі жарыс қазан. Келін босанар сәтте бірнеше әйел қазан көтеріп, от жағып тамақ әзірлеуге кіріседі. Уақыт алып ұзақ пісетін ас таңдалмайды, керісінше тезірек даяр болатын жеңіл желпісін жасайды. Ондағы мақсат қазан қайнап, ас піскенше бала дүниеге келсін, келін аман есен апы-көпі тез босансын деп қазан мен толғақты жарыстырып тілек тілейді. Сөйтіп, келіншек қол-аяғын бауырына алып жеңілдегенде ас та әзір болып, қуаныш дастарханы жайылып, шілде тойдың алды басталып та кетеді екен. Бұрын көне қазақ ауылында болған. Қазір келмеске кетіп ұмытылған тағы бір ырым түстіме деп аталыпты. Келіннің толғағы жиілеп, бірақ бала түсе қоймай анасын бебеулетіп жатқанда осы ырым жасалған екен. Білегінің күші бар ересек балалар мен келіншектер келсап, тоқпақ секілді ауырлау заттармен үйдің сыртында айнала жүріп, жерді дүрсілдете соққылап, түстіме деп дауыстайды. Іштегі әйелдер түсті деп жауап қатады. Бұл әрекет қажетіне қарай қайталанады. Ащы толғақ шыдатпай қиналып, жан-жағына тырмыса қарманып, жаны ұшырып жатқан келінге айналасында соншама адамның өзіне тілеулес болып, көңіл демеулерін беруі әсер етпей қоймайды дейді. Сол кезде келіннің сіресіп тұрған бойы босап, бала да шыр етіп түсетін көрінеді. Әжелеріміздің бұл әдісінің негізгі мәні келінге рухани күш-қуат дарытып, өзіне деген сенімін арттырып, жігерлендіруді көздеген екен.